Мен және де жасанды интеллект. Сәлем жігіттер. Ойбай, не? Сен кімсің шешесің? Атакуэйшн. Уайымдамаңдар, мен роботпын. Менде бір өтінішім бар. Мені өздеріңмен бірге фестивальге ала кетесіңдер ме? Неге? Мен өзімнің білетін заттарыммен бөлісетін болам. Мен все-таки жасанды интеллект емеспін бе? Мені енді қате түсініп қалмаңыз, робот брат. Роботты неменеге брат деп атадың? Қысқасын айтқанда, біз сізді өзімізбен ала алмаймыз. Себебі сіз басқа адамдар секілді іріктеуден өтуіңіз керек. Ой, то есть роботтар секілді. Демек, сен мені дұрыс түсінбеген секілдісің. Мен сені қазір жойып жібере саламын ғой. Ойбой, мен қатты қорқып кеттім. Ол бізді қазір құртып жібереді. Ойбай, құтқарыңдар. Маған бұл фестивальға дереу жету керек. Тез, айтыңдар. Сен бізді ана саусағыңмен атайын деп жатсың ба? Сен ұмытып кеттің бе? Ол робот қой. Ей, тоқта. Егер де сенің технология әлеміне қатысың бар болатын болса, жасанды интеллект бізді және де басқаларды жаулап алмас бұрын Сочидегі фестивальге баруың керек. Ей, тоқтаңдар. Тіркелу сілтемесі профильде. Қонақтар келген кезде 16. Алло. Қонақтар? Келейін деп отсыңдар ма не? Ой, не болып перісіп атқан иттер секілді айқайлап. Кемпір тұрсай тез, қонақтар келеді. Да ну, онда чатлақты оят бар. Ана бала қайда? Ей, чатлақ! Отан үшін, ел үшін, ата мекен жер үшін. Сенің басың істейма, немен киім киіп аласың, және де немен ішіп аласың ба? Не болды енді, бірақ рет қой. Тұр бол. Прикинь, қонақтар келе жатыр. Олардың үйі жоқ па, жарайды ма киіміңді? Бәсе. Ойбай, мыналар уже келіп апты ғой. Қалайсыңдар, жалқаулар? Сәлем, Бүркіт. Жоқтан, брат, қалайсың? Салам алейкум, Бүркіт аға. Сендер бүгін бір түрлі болып тұрған сияқтысыңдар. Жоқ, бізде бәрі чики. Всегда на стиле ғой, просто ұйықтап тұрды жаңағыдақ. Ал мен әлі тырнағымды алып біткен жоқпын ғой. Мамаңмен қонаққа барған кезде. Қазір мен сен қонаққа алып кетем, бірақ барған кезде ішем, тышам деп айтып шуым ұқтың ба? Жарайды. Сосын Бүркіт ағаны көгілдір деп айтып шуыма, жарай ма? Бір ауыз сөзіңіз мөлдіреген көзіңіз бе? Ей, топпасын ал телефон жағып саған нес? Ойбай. Егер де қазір асығып баратпасақ, көтіңді айыр жершен. Жеткен сон. Түф, ана балам бар ғой, жаңа телефон чақтайды ғой, прикиньте. Сосын төбесін ой. Мам! Түф, не болды саған өлейін деп атқан мысық ұқсап? Мен және де сақал, арақ ішіп қақал. Ассалаумағалейкум, жиналған қауым. Қалайсыңдар, жиналған жамағат? Тыныш, интернет жоқ, новости қарап жатырық. Бүркіт аға, сіз екеумізден бір нәрсе байқамадыңыз ба? Қарасай. Ой, я, енді әпшілеріне жөн өссе де айтасыңдар соны. Нахуй. Дұрыс болды ма соққаның көгілдірді? Ой, жарайды, тынышталыңдар болды. Бүркіт аға? Не сонда? Тыныштал деген кезде тыныштала салатын біз итпіз ба не? Давай, артыр, аузың сасық. Ары тұрмасамшы. Әпшуіңді жұлып, тістеріңді сындырып, ойбай, бетіңді көт қылам. А ты попробуй. Келесі сен. Көрдің ба? Мына бауырың сен тыстап кетті. Сен солай ойлап тұрсың. Вот так. Нюхай, бебру. Мал. Пап, Не болды? Мен болдым. Не дейсің? Түсіп болдым. Маған не қыл дейсің? Көтерім сұртып атып қолыма тиіп кетті. Понятно. Пап, ештеңке сезбедің ба? Жоқ. Бетің боқ. Ей! балада нең бар, көтті қыстара қой. Мен және де тіс емханасы.
Тісім. Ағай, тісімді емдеп бере аласыз ба? Әрине емдеп бере аламын. Кел, жайғас. Жаттым ағай, осылай жатам ғой, е? Аузыңды аша бер, пока. Аузыңды аштың ба? Сіз сонда мен дрелмен тісімді алайын деп отырсыз ба? Ей, тым уайымдама, ауырмайды. Жап аузыңды! Ой, аш! Астыңғы тістерім қайда? Тісіңнің ауырғаны қойды ғой. Қайдағы ауырған мен аштың сезбей тұрмын ғой. Зато ауырғаны қойды. Бля, в пиздуны. Енді кемешін саған, чорт! Тісің жоқ болса қалай келесің, далбайым? Мама мен папа тойға кеткен кезде, Бүркіт ана балаларға қарай сал, біз тойға кеттік. ал мынау ше. Мә, давай. Не ақша бермейді, не балаларының бәрі жексұрын. Бүркіт аға, не бұдында қоясың ба не? Соны айтам, чатлық давай талдырып тастаймыз. Тоқтаңдар, жігіттер, келісейік. Не, тоқта деп айтатындай біз тормызбыз ба не? Чатлақ ренжіме, бірақ біз реально тормызбыз. Қалай келісеміз? Короче, егер де сендер Free Fire аккаунтын ұтып алғыларың келсе, ютубыма тіркеліңдер. Чапок, что-то бүркіт аға қу кеткен сияқты, Соны айтам. Короче, давайте вечеринка жасаймыз. Давай, бит билейміз ғой. Бит билейміз. Мен қыздар шақыр келейін, жарай ма? Біраз уақыттан кейін. Чими, ача. Ачар мекича, арақ ішесің ба? Ішем. Жинаңдар бол. Сіздің балаңыз ба? Көтберген осырақ қызы, менің балам. Сіз балаңыздың қалай келетінін білесіз ба? Қалай? Вообще келмейді. Енді не істейміз? Жатағып терескейміз. Ито келген жағдайда ол гитарасымен отырады. Ол жағын білмеппін, может таланты бар шығар. Ай, олай айта алмаймын, өзіңіз қарап көріңізші. Судың бойында бір нәрсе. Сіз оны досымен көрген жоқсыз ғой. Оған не өпті? Ол екеуі қосылса, гитарист енді домбырист болады, өзіңіз қарап көріңіз. Ұйқасы жоқ өлем, арақшы өлем, ал мен семен келесем. Мен және де район. Шатлақ, міне осы балалар ғой, мен соғып кеткен. Да ну, точно осылар ма? Точно осырайын ба? Осырайын ба сінес? Блядь. Мен саған точно осы район ба дедім. Осы районның балалары. Әне тұр ғой, твою маттар. Балалар кімдер? Білмеймін. Қайсы мыналар ма? Нахуй, вы чё моего братишку обижаете, нахуй? Не үндемейсің, сен не қарап түсін, бақырақ? В общем, екеуің бүгіннен бастап осы районды мен ұстаймын. Неге сен үйтіп айтасың? Біз сені ертең братанға айтып береміз. Көтіңді айрат. Точно, біз сені братанға айтамыз. Қайдағы районды ұстаған? Ой, шығатын жері қаяқтамын. Сүмелек, ертең братаныңды шақырып кел. Келесі видеода төбелесеміз, ұқтың ба нақ?